Бұл қыз нағыз данышпан. Киім әрдайым жинақы тұрсын, аз орын алсын және қолыңның астында болғанын қаласаң, соңына дейін мұқият қара. Жоғалған шұлықтар енді мәселе емес, екеуін бірге бүктесең, бірден екеуі де табылады. Ерлердің іш киімін мінсіз шаршы етіп бүктеуге болады. Жақтарын ішке, жоғарысын бүктеп, төменгі бөлігін ішіне кіргізесің. Тамаша. Сүлгілерше, екі бұрышын ішке, ортасын жоғары, ал ұшын астына кіргіз. Қымбат қонақ үйдегіден де әдемі көрінеді. Жейделер, үш нүктені А, В және С бір қозғалыспен ұстап бүктейсің, болды. Қысқа жеңдері қыртыстан сақтайды, ұзын жең жағасын сақтайды. Свитер мен худиді де дәл осылай бүктесең ешқашан ашылып кетпейді. Пижамалар жоғарысы мен төменгісі бір жинақ топтамаға жиналады. Тіпті қалың күртешені де оңай бүктеп өте аз орын алатындай қылып қоюға болады. Барлығы ешқандай қыртыссыз, барлығы киюге ыңғайлы. Ұмытшақсың ба, өйтсе осы видеоны сақтап қой, керек болады.